Самауыр қайда? Мен тұрғанша дайын болу керек еді. Кешіріңіз апа, таңертең ішім ауырып, сондықтан кешігіп қалдым. Ішім ауырды? Мен 4 бала тусам да ондай сөз айтпадым. Көп қимылдасаң тез босанасың, өзіңе жақсы емес пе? Күнде таңертең жатып алмай, барып Динараға көмектессеңші, келінсің ғой. Динараға ешкім ерте тұр деген жоқ қой. Өзі емес пе жүгіріп кете беретін, апам әбден басынып алған оны. Бүгін кешке үйде боласың ба? Әлде тағы жұмыста қалдым деп келесің бе? Білмеймін. Білмеймін, бұл жауап емес Асқар. Мен осы үйде тұрамын, анаңа шыдаймын. Ең құрығанда дұрыстап жауап берсей? Осы некені қалаған өзің. Ешкім сені мәжбүрлемеді, шағымданба. Әй Айдана, келін болған қалай екен? Қалай болушы еді Күлпаш апа, ойдағыдай. Саған бірдеңе айтайын ба? Кеше енен қайын апаңмен сөйлесіп жатқан. Кездейсоқ естіп қалдым. Не деді? Сенің енең сол бұрынғы әйелі Жанелді Асқармен қайта қоспа қойы бар. Сені баласына жараспайды деді. Ол қалай болғаны? Айдана, байқа. Енең сені ажырастырғысы келеді. Сәлеметсіз бе Күлпаш апа? Әлия, қалың қалай? Сендермен отыратын едім, бірақ кетуім керек. Қайын апа, төркіндетіп келіп қалдың ба? Не болды? Қуанышты емессің ғой? Әлия, маған шыныңды айтшы, апа әлі де Жанелмен сөйлесіп жүрме? Енді немерелерін көруге хабарласады да. Тыңда Әлия, менің артымнан бірдеңе жасап жүрсең, менен жақсылық күтпе. Асқар, Жанел жайлы сөйлесейік. Айдан, шаршап тұрмын жағадан алмашы сұрақтарыңмен. Ол өткен нәрсе, сөйлесетін ештеңесі жоқ. Анаң мен Әлияға маңызды болып тұр ғой? Кім айтты мұны саған? Маңызды емес кім айтса да. Бастысы бұл шын ба жоқ па? Түсінікті. Мен анамды басқара алмаймын. Мені бір рет болсын жақтасаң қайтер еді. Жалғасын көру үшін комментарийге жалғасы деп жазыңыз.